Сіздермен Назик Кук бүгін өзбек елінің өз буында пісетін керемет дәмді самса сорпасын дайындаймыз. Алдымен самса сорпаның қамырын елеп алайық. Илеуіштен өткен ұнға қопсытқышты қосамыз. Су мен тұзды, күнбағыс майын, маргарин немесе сары майды қосып, жұмсақ қып қамыр илейміз. Үйі қанғанша дұрыстап илеп, 20-30 минутқа қойып қойыңыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Бұл тағамға жас малдың етін таңдаңыз. Еті мен құйрық майын да, картобы мен пиязын да бір келкі қылып, майдалап тураңыз. Енді дәмдеуіштерін салайық. Паприка, самсаға арналған дәмдеуіш, қара бұрыш, тұз және кішкене зираны қолыңызбен үгітіп жіберіңіз. Және міндетті түрде суды қосыңыз. Ал енді дұрыстап тұрып араластырыңыз. Салма мен қамыр дайын болды. Алдымен қамырымды 6-ға бөліп алдым. Оларды домалақтап дайындап алдым. Астыңғы бөлігін үлкендеу ғып жайдым. Әсіресе жайғанда шет-шеттерін қаттырақ жайыңыздар. Ортасы қалыңырақ, шеттері жұқалау болсын. Шұңғылдау ыдыс алып, қамырды бейнедегідей жайып қойыңыз да, ортасына салмасын салыңыз. Енді үстіңгі бөлігін жайыңыз. Бір-біріне келтіріп, екі шетін еппен жабыстырыңыздар. Өріп қойсаңыздар, әдемі көрінеді. Самса сорпаны абайлап төңкеріп, пеш табағына пергаменттің үстіне әдемі ғып орналастырыңыз. Жұмыртқаның сарысын жағып шығыңыз. Енді қызып тұрған пешке салыңыз. Мен басында 160 градуста 20 минуттай пісіріп алдым. Кейін градусын 180-190-ға көтеріп, барлығы уақытта 45 минутта пісірдім. Нағыз диеталық өз буында піскен әдемі дәмді тағам болып шықты. Астында сорпасы да көрінеді. Осындай самса сорпаны жасап, отбасыларыңыздағы адамдарды қуантсаңыз болады. Бейне ұнаса тіркеліп кетіңіздер, сонда жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Астарыңыз дәмді болсын.